Білім деген биік шың бақытқа сені жеткізер, білім деген ақылшың қиындықтан өткізер. Армысыздар бойында Абайдың ақылы, Бұқардың батасы дарыған, Абылайдың ары, Жамбылдың жаны, Қасымның қаны бар барша қауым. Бүгінгі дарынды оқушылар арасында өткізгелі отырған жетістікке жету өз қолында атты кешімізге қош келдіңіздер. Ендеше мектебіміздің дарынды оқушылармен таныс болып өтейік. Елбасы қола медалінің иегері Жұмабек қызы Сұлу. Келесі кезекте облыстық олимпиаданың ағылшын тілі пәнінен бірінші орын жүлдегері Байтурина Адема. Және де қоян қолтық ұрыстан Қазақстан чемпионы атанған Қошанов Арсен. Облыстық олимпиаданың ағылшын тілі пәнінен бірінші орын жүлдегері Байтурина Адемеге қоятын сұрақтарыңыз болса? Сіз ағылшын тілімен неше жасыңыздан бастап айналысып келе жатырсыз? Бұл сұраққа жауап беретін болсам, енді мен ағылшыннан 3-ші сыныптан бері 8 жасымнан бері айналысып келе жатырмын. Жетістікке жету үшін не істеу керек? Жалпы өзімнің ағылшын тілі немесе басқа да бір өзіңізге ұнаған сала туралы айтатын болсам, бұл жағдайда тек өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің қолыңыздан келетін бір саланы таңдай арқылы, онда өзіңіздің жеткіңіз келетін мақсатты немесе жетістікті белгілеп алуыңыз керек деп ойлаймын. Алайда бұл мақсат қойған уақытта өзіңіздің қоятын ниетіңіз де өте маңызды болып табылады. Содан кейін бізде мақсат пен ниет белгіленгеннен кейін осы мақсатқа жету жолындағы қажетті іс-әрекеттерді анықтау керек деп ойлаймын. Кейін өзіңізге белгілі бір уақыт мөлшерін қою арқылы осы іс-әрекеттерді қарапайым әрі оңай бір кішігірім қадамдар жасау арқылы осы мақсатқа жете аласыз деп ойлаймын. Бұл жағдайдағы ең бастысы, бұл ағылшынша айтсам, consistency is a key дейді ғой. Біркелкілік және тұрақтылық өте маңызды болып табылады. Және күннен күнге тек жай ғана кішігірім қадамдарды жасай арқылы сіз өзіңіздің ертең осындай үлкен мақсатқа жеткеніңізді де байқамай қаласыз деп ойлаймын. Келесі кезекте қоян қолтық ұрыстан Қазақстан чемпионы Қошанов Арсенге қойылатын сұрақтар болса? Сіз спортпен неше жасыңыздан бастап айналысып келе жатырсыз? Мен спортты бірінші классымнан бері бастадым. Ең бірінші барған спортым ол ушу сәнде болды. Ол жаққа бір жыл қатысып, сосын келесі класста мен еркін күрес залына келдім. Ол жаққа мені әкем алып келді. Сосын сол жаққа қатысып, сол жақта тренер қосып, ең бірінші медалімді 2018 жылы алдым. Сосын мен 2019 жылы қоян қолтық ұрысына қызығып, сосын сол тренермен бапкермен сөйлесіп, мен сол залға келдім. Сосын сол жақта тренировкамды бастап, ең бірінші медалім бірінші орын болды. Қоян қолтық ұрыстан облыс біріншілігінде бірінші орын алдым. Содан бері қазір осындай жетістіктерге жетіп отырмын. Жалпы сабаққа спорт кедергі жасамай ма? Жоқ, кедергі келтірмейді. Мен деген әрқашан үлгеріп жүремін. Біздің тренировка кешке болады. Сосын мен сабақтан шыққасын сол жаққа барамын. Сосын кей кездерде таңертең болады, сол үлгеріп жүремін әрқашан. Ал жарыс болған уақытта бізге не береді? Справка береді школдан. Сол мектеп жіберіп отырады, әрқашан поддержка беріп отырады. Сол арқылы осындай жетістіктерге жетіп, мектебімді мақтанып жатырмын. Алдағы мақсаттарыңыз қандай? Алға қойған мақсаттарым әлем чемпионы атанып, болашақ профессиональный ММА-ге көшіп, сол жақта мықты боец атанып, осы Қазақстанның атын шығару деп ойлаймын. Тұңғыш президентіміздің бастамасымен
тарапымен қолға алынған жастарымызды дамытуға бағытталған ұлттық деңгейдегі елбасы медалі республикалық жобасының негізгі 7 бағыты бойынша жарты жыл жұмыс жасап, берілген тапсырмаларды уақытында орындап, қола медаліне ие болған Жұмабекқызы Сұлуды құттықтаймыз. Ира Жұмабекқызы Сұлуға қоятын сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіз. Сіз бұндай жетістікке қалай жеткеніңізді айтып өтсеңіз? Жалпы жетістікке жету жолын айтатын болсақ, ең бірінші мен әдемінің сөзімен келсем, себебі ең бірінші сіздің ниетіңіз түзу және мақсатыңыз айқын болу қажет. Жалпы 6 айда жұмыс жасаған болатынмын. Жұмыс жасаған кезде сіз 6 бағыт бойынша бастапқы 3 айда 3 бағыт бойынша және кейінгі 3 айда 3 бағыт бойынша жұмыс жасайсыз. Ол бізде спорт бағыты, волонтерство, одан кейін хоббиіңіз, кітап оқу, ұлттық мұра және туризм бағыттары бойынша жұмыс жасайсыз және өзіңіздің мақсатыңызды қою арқылы осы жетістіктерге жетесіз.